Мұрат, ойбай! Ойбай! Ой, айғайлама, бала ұйықтамады. Өртеніп жатыр. Өрт дейді, қандай өрт? Ойбай, қора өртеніп жатыр. Қайда өрт? Қайда өрт? Тез бол. Тез бол. Мәлеке. Ойбай! Гүлнар, жүгір. Гүлнар! Мәлеке. Көршілер шақыр. Мен өзім бірден қығылам. Көмектесіңдер. Шақыр тез көршілерді, Гүлнар. Көмектесіңдер, өртеніп жатырмыз. Әлібек, шай алып отыр. Қысылма. Әлібек аға, менің анам тамақты дәмді әзірлеуші, сізге ұнамады ма? Ұнады. Уайымдағаннан асып батпай тұр. Әлібек, былай істейік. Сен қазір жақсылап демал. Ертең бітіретін шаруа көп. Сондықтан екеуміз дұрыстап тынығып алайық. Дұрыс айтасың. Иә, мен төсек салып қойғам. Балам, барып орнын көрсет. Жүріңіз Әлібек аға. Рахмет. Рахмет сіздерге. Рахмет айтудың қажеті жоқ. Жақсылап демал. Саған не болды? Қабағыңды бір ашпайсың. Сен өзің сақтықта қорлық жоқ деп аласың да, үйге қайдағы бір танымайтын біреуді ертіп келесің. Немене, далада тастап кетейін бе? Туысың болса бір жөн екен ал. Жап-жақсы жігіт екені көрініп тұр ғой. Оның үстіне біздің Айсұлуды уайымдап жүр. Білмеймін. Әрсеннің алаяқ оңбаған екеніне әлі де сенбеймін. Айсұлуды сол қамап ұстап отыр дегенге сенесің ба? Оны Әлібегің ертең бәрімізді алдап соғып жүрмесін. Әй! Танаш. Маған сен қайтеді осы. Не істеп жүргенді білетін шығармын. Сен де бір. Айналайын көршілерім, сендерге рахмет. Сіздер болмағанда қорамыз түгел өртеніп кетер еді. Мәге, Оу, бірақ бұл өртке біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Әйелім ашулықпен біраз артық әңгіме айтып қойыпты. Тек бізден көрмеңдер. Құдай қосқан көршіміз. Ондай қастандыққа бармаймыз ғой. Иә, біз өртейтін болсақ үйді бірақ өртейміз ғой, шөпіртке қарамай. уайымдамай қойыңдар. Біз сендерден көрмейміз ғой. Гүлнар сендер ұйықтап жатқан жерлерінен оятты ғой. Жоға, ештеңе Көршілерім, рахмет. Бара беріңіздер. Рахмет сіздерге. Давай, ал. Түскенше. Аман бол. Ойпырмай, не болып кетті? Біріне бірі қабаттасып, мына өрт. Қайта Құдай сақтады Гүлнар әпке. Иә. Иә, бас аман болсын. Бәрі орнымен келеді. Иә, бас аман, дел сау болсын. Гүлнар, шетіне суалып қойшы айналып. Аға, қалай сездіңіздер? Қалай сезгеніңіз? Үйде отырғам, баланы тербетіп. Бір кезде Гүлнар жүгіп кетті, өрт деп. Содан жүгіріп шықты. Мына жақтың бәрі өртеніп жатыр. Мұрат! Бала жоқ! Бала жоқ! Қалай жоқ? Біреу ұрлап кетіп, Ойбай! Полицияға хабарласу керек! Жоқ! Полицияға хабарлама! Не деп айтасың? Жоқ, олай болмайды, хабарласу керек! Санжан! Телефон. Міне. Басып тұр. Басып ба? Гүлнар әпке! Алло! Полиция! Болды, сәл шыда. Келіп қалдық. Құдай үшін баламды тауып беріңіздер. Анасына не деп айтам? Қалай айтам? Қалай? Гүлнар, қой. Гүлнар апа, сабыр қылыңыз. Қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз. Барлық бөлімшелерге хабар бердік. Бүкіл ауылды тінтіп шығамыз. Қалай болғанын түсіндіріп беріңіздер бізге. Не түсіндіретіні бар? Далаға шықсам өрт болып жатыр. Үйге кіріп Мұрат қайтып екеуміз атып шықтық. Көршілер шақырдық. Иә. Бәрі біткенде үйге кірсем бала жоқ. Аға, өрт неден болды? Біз қайдан білейік? Мүмкін біреу өртеп жүрген шығар. Сонда баланы қарайтын адам болмады ма қасында? Жоқ. Аға, біз іздеуге кірсек. Апа, сабыр қылыңыз. Жүр, бөлімшелерге хабар бер. Гүлнар, Әлібекке не айтамыз? Баланы бізге сеніп тастап кетті. Оны айтпай қоя тұрайық. Жоқ.
айтуымыз керек. Айсұлуды алып кеткен адамдар баланы торлап кетті. Нақты солардың ісі. Ал Әлібек бәрібір естиді. Аңқиып жүріп ұрлатқан өзім. Мен өзім айтам. Мүмкін сенікі дұрыс шығар. Жүр үйге. Үйге барайық. Сабыр ет енді. Бол. Жүр. Қайырлы таң жан. Ерте тұрып алыпсың. Жоқ әлде тойдың алдында қобалжып отырсың. Ешқандай да той болмайды. Саған тұрмысқа шықпаймын. Одан да мені өлтіре сал. Айсұлу. Сен мен дұрыс түсінбеген сияқтысың. Мен саған той бола ма, жоқ па? Келісесің ба, келіспейсің ба деп сұрақ қойған жоқпын. Оның үстіне қазір менде сен қарсы келе алмайтын қару бар. Самат, бер келші. Санжар ұлым, жібер мені оңбаған. Ол тыныштан. Балан шошытасың. Отыр. Алып кет балан. Ұлыма тиіспе. Не дейсіз? Келісесіз ба? Жақсы, айтқаныңның барлығын істеймін. Өтінемін, ұлыма тиіспеші. Тамаша. Мен сен келісетініңді білгем. Ұлыма тиіспе. Балаң аман болсын десең, құжаттарың тезірек жина, е? Жақсы. Ауылға барып сен құжаттарыңды алып келейік. Сосын қырсығып, бір қылық көрсететін болсаң, Санжарға тамақ бермеңдер деп айтам. Сен ұлыңның аштан өлген қаламайсың ғой. Мен сенің ақылды екенін бұрыннан білгем. Ақымақ айыр керек емес маған. Әлібек, қайырлы таң. Сен ұйықтамағансың ба? Қайдағы ұйқы? Не болды? Таңертең ауылдан хабарласты. Түнде қорамыз өртеніп, Санжарды біреу ұрлап кетіпті. Ой, сұмдық-ай. Саған енді ауылға бару керек қой. Жоқ, мен осында болам. Ауылда әкем бар, бір нәрсесін қылар. Нағар сен деген Айсұлуды ұрлап енді Санжарды ұрлап кетті. Ал мен екеуіне де жауаптымын. Әлібек, Айсұлу саған соншалықты қымбат па? Айсұлу мен Санжар менің өмірімнің мәні. Бұның бәріне кінәлі мен. Қой балам, сабыр ет. Қайрат ағаң бір шешімін табар. Қазір барып оятайын, жаңалық естісін. Көлікке отыр. Балам маған бер. Сен бәрібір көлік айдайсың ғой, әкел. Санжар үйде қалады. Жоқ, бізбен барсын. Келістік қой, мен сен айтқаның барлығын. Жаным саған. Сен алған ойыңнан айнып қалмас үшін Санжарды үйде қалдырып кетеміз. Ей! Мынау кім баласы? Бұл бала біздің тойымыздың кепілі. Не? Анашым, уайымдамаңыз енді, тойдан кейін өзіңіздің немереңіз болады. Бүгін қарай тұрыңыз. Иә, дайындалыңыз тезірек, бүгін той ғой. Ойбай, сен қызық екенсің. Мен мына балаға қарайын ба? Жоқ, өзім дайындалам ба? Анашым, сәл шыдай тұрыңызшы енді. Балаға қарай тұрыңыз, біз тезірек барып келейік. Жарайды, сен үшін ғана. Әкел бер. Абайлаңыз құлатып аласыз. Сен ғана бала таптың ба? Артышар қарай. Қане? Күліп жіберіңіз. Сізге әже болған жарасады екен. Өтінем, Санжарға жақсылап қараңызшы. Мен сол кезде Арсеннің айтқан екенбей орындаймын. Болыш тез. Баршы шүкір. Үйбай,
10 үйден сұрап шықты. Ешкім ештеңе білмейді. Маған ұрлаған адам бірден жолға шығып кетсе, алыстап кеткен шығар. Бұл істен жатады. Жолдың бойы тұрған біздің адамдар. Көліктің бәрін тексеріп жатыр. Бала осы ауылда деп ойлаймын мен. Ең болмаса не үшін ұрлағанын білсек, бір ілік табуға болар еді. Жүр онда келесіден сұрап көрейік. Айтама жетпей тұрған осы. Олар мені іздеп жатыр. Дыбысын шығармай тыныш отыр. Өзің Санжарыңды ұмытпасайшы. Лейтенант Уәлиханов, құжаттарыңызды көрсетіңіз. Саламатсыз ба? Бірдеңе болып қалды ма, лейтенант мырза? Мен ешқандай жол ережесін бұзбаған едім бе? Түнде ауданда бір жағдай болып қалды. Ауылда бала ұрланды. Тексеру жүргізіп жатырмыз. Оны ауылдан ғана емес. Қаладан да іздемейсіздер ма? Көліктің артын ашыңыз. Тексеру. Иә, әрине, айтсаңыз болды. Дыбысын шығармай тыныш отыр. Санжарымды екінші рет көргім келетін шығар, Лейтенант мырза, міне, қазір. Апа, берген түсініктемеңіз тағы да қарап өтейік. Ұмытып қалған жерлері болса толықтырайық. Өрт басталғаннан кейін шамамен қанша уақыттан кейін балаң жоғалғанын байқадыңыз? Бір сұрақты қанша рет қоя беруге болады. Уақытты кетірмей ана жоғалған баланы іздемейсіз ба? Апа, мен сонымен айналып жатырмын. Маған сіздің әрбір мағлұматыңыз маңызды. Жарайды. Онда сұрай беріңіз. Қандай сұрақ қойып едіңіз өзі? Өрт басталғаннан кейін, шамамен қанша уақыттан кейін байқадыңыз балаң жоғалғанын? Айсұлу! Айсұлу! Кешірші, қызым, кешірші. Мен Санжарды жоғалтып алдым. Аманатыңа қиянат жасадым, қызым, кешір мені. Сіз ба жоғалған балаң анасы? Иә. Гүлнар әпке, жыламаңыз, бәрі жақсы. Санжар қаладағы менің үйімде. Қалай? Қай уақытта алып кетіп жүрсің? Ойбай, маған неге бір ауыз айтып кетпейсің? Мен мына ауылдың бәрін шулатып басыма көтеріп жүрмін ғой. Мен сізге барлығын айтып берер едім. Айтатын несі бар, жаным? Бала анасының жанында. Бәрі дұрыс. Мынау неғып жүр мұнда? Гүлнар әпке, бұл... Мен Айсұлудың болашақ күйеуім. Арсен есімі. Бәрі дұрыс сияқты. Айсұлу айтқанда сіз полицияны бекер шақырғансыз. Солай ма, жаным? Гүлнар әпке, мен құжаттарымды алып сіздермен қоштасуға келдім. Оның үстіне мен жақында тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Тоқтай тұрыңыздаршы, мен түсінбедім. Бала жоғалмаған болып шықты ғой. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде бір түсініспеушілік болған, солай ма? Жүріңіз, мен сізге бәрін дұрыстап түсіндірейін. Біз енді отбасы болғаннан кейін Сән тұр былай. Бұл не? Әлібек сені іздеп қалаға кетті. Біз сені ұрлап кетті деп жүрсек, сенің жағдайың жаман емес көрінеді ғой. Тұрмысқа шығайын деп жатқан екенсің. Гүлнар әпке, сіз ештеңені білмейсіз. Мені олай сөкпеңізші. Айсұлу, жаным, жүрейік, Санжар күтіп қалды. Мен құжаттарымды алып жолға шығайын. Әлібекке? Ештеңе демей-ақ қой, құжаттарыңды аларсың. Біз сені адам деп, уайымдап жүрсек, бізге көрсеткен осы қылығың да жетеді. Ал бұдан былай сен көрмейін ешқашан. Балапан қарашы. Юмен кішкентай кезінде Айсұлу ойнаған екен. Енді мен саған көптеген жаңадан ойыншықтар алып берем. Иә. Біздің үйдің періштесі боласың. Не болды? Қайдағы біреудің баласына сонша еміреніп? Сіз нағыз бақыттың не екенін білмейсіз ғой. Ойбай. Бала деген үлкен бақыт. Қай бақытты айтасың сен маған? Қай бақытымды айтасың, Айсұлудың қайғылығын айтасың? Мен не, жалғыз ұлыма осындай әйел алып берем деп жоспарлады дейсің ба? Тілім тықшты. Сіздің балаңыздың да оңып тұрған шамалы. Байқап сөйле. Біле білсең, менің балам әлемдегі ең мейірімді бала. Мына сенің Айсұлуыңды, мына жетімбегімен қосып бірге алып отырған жоқ па?
Қайтеді, үндемегенге? Айсұлу, мен білетін адамдардың ішіндегі ең керемет жан. Мә, алда жоғал. Гүлнар әпке, мені кешіріңізші. Кешіре алсаңыз. Қалай мен сені кешіре алам? Қалай? Әлібек жүр ана жақта уайымдап. Ал сен болсаң мені, жүрсің мынау күйеуге тием дейсің. Мен ана жақта Санжарды жоғалттым деп, зар илеп жүрсем, бүткіл ауылды шулатып. Немене адам сияқты алып кетуге болмайтын беді? Біздің жасаған жақсылығымызға көрсеткен рахметің осы ма? Гүлнар әпке, мен сізге қарыздармын. Маған жасаған жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймын. Рахметімді қалай айтамын? Маған айтқан рахметің сол болсын, бар, кет. Сау болыңыз, апа. Жүр. Санжардың Арсенді ұрлап кеткеніне 100% сенімдім. Келсем, Санжар Айсұлудың әлсіз жер екенін біліп алған. Арсен оны баламен қорқытып, айтқанын істеп демекші ғой. Нағыз оңбаған өзі. Қайрат аға, мүмкін Арсен үйіне басып кірерміз. Болмайды ғой, Әлібек. Заңсыз әрекет қой ол. Ол үшін түрмеге жабуы мүмкін. Асықпаш. Енді не істейміз, Қайрат аға? Айтпашы, егер де сіз маған Арсеннің ұялы телефон нөмірін берсеңіз, мен өзімнің жолдасым арқылы оның кімге хабарласқанын, оған кімнің хабарласқанын бәрін біліп бере аламын. Мынауың жақсы ой. Бұл да заңсыз әрекет қой. Қайрат аға. Жарайды, нарда өкел. Міне. Алло, Серік. Отыр. Не болды да? Сен бүгін аузың жабасың ба жоқ? Сен менің өмірімді күл талқан еттің. Маған енді бәрібір. Әкел құжаттарыңды. Болды. Енді құтылмайсың. Білгенді жаса. Санжарды көрсет маған. Көресің. Бірақ оның алдында тағы бір шаруамыз бар. Сосын, бәле шығармай тыныш ол. Егер менің ашуланғанымды қаламасаң, өз-өзің тезіретке келді. Тағы не істемекшісің? Онда сенің шаруаң болмасын. Не істейм, не қоям? Мен оны саған ешқашан айтпаймын, түсіндің ба? Түсіндің ба деймін? Тыныштал. Осы да шаршадым. Балам, ауылға қайт. Айсұлу келіп кетті. Санжар соның қолында екен. Жігітімен келіпті, ұятсыз. Қалай ғана алданып қалдық соған, балам. Қайт ауылға. Байқұс балам. Арсен? Ол қалай қорықпай барып жүр? Білмедім аға. Оны білмедім. Бірақ некеге бүгін тұрайық деп айтқан екен. Ал апам айтады, Айсұлу ауылға құжаттарын алып кетуге келген. Санжар сонда. Айттым ғой аға сізге, Арсен ұрлап кетті деп оны. Арсен. Бірақ
Айсұлу Арсен айтқан неге істейтінін мен түсінбей жатырмын. Ол түсінікті ғой. Арсен Айсұлуды Санжармен қорқытып отыр. Ал құжат некені заңдастыру үшін қажет. Арсеннің асыққанына қарағанда жағдайы мәз емес. Мен досым Арсеннің қоңырауларын тексерген кезде Арсен тойындастырушылардың біріне хабарласыпты. Соған қарағанда некеге бүгін тұрайын деп жатыр аға. Біз Айсұлуды құтқаруға әлі де мүмкіндігіміз бар. Олар үйленіп алмай тұрғанда тоқтатуымыз керек. Арсен бүгіннен қалмай некеге тұрамыз деп жатса. Гүлнәр, Айсұлудың неге бұлай істеген әлі түсінбей жүрмін. Түсінбейтін несі бар? Екеуміздің аңқаулығымызды пайдаланып алып, жігітіне қашып кетті. Оның олай жасау мүмкін емес. Ол қыздың арамдығы жоқ. Сонда сен маға сенбей тұрсың ба? Мен өз көзіммен көріп, құлағыммен естідім ғой, бәрін бетім айтты, Мұрат. Сол кезде өзімнің болмағанымды қарашы. Мүмкін оның айта алмағанын көзінен көрмедім. Ал мен оның көзінен тек сатқындықты ғана көрдім. Басында сенің тіліңді алмай, өз дегенімді жасау керек еді. Сонда жаниям да тірі, келінді болып отыратын еді. Ештен кетпейді Гүлнәр. Енді сен жалғыз емессің ғой. Екі жақтап сол қиындықтан шығарымыз. Жания? Не болды? Мұрат, сен де көріп тұрсың ба әлде анда елес пе? Ой, Гүлнәр! Гүлнәр! Ой, не болды? Есіңді жи, Гүлнәр! Сіз бәрін дұрыс түсіндіңіз. Бала ешқайда жоғалған жоқ. Сондықтан біз арызды қайтып алу үшін келдік. Сонда біз бүкіл аудан аймақтың полицияларын аяғынан тұк тұрғызамыз. Ал сіздер түк болмағандай арыздарыңызды қайтарып алып кете бересіздер. Жоқ, олай болмайды. Біз бәрін тексеруіміз керек. Тексеретін несі бар? Мына кісі баланың анасы. Ал мына баланың құжаттары. Болды емес пе? Жоқ. Сонда анасы баласын көршілеріне неге тастап кетеді? Соны айтыңызшы. Солай болып қалды. Гүлнәр әпке менің балама қарауға көмектесетін. Оның үстіне менің қалада шұғыл шаруам болды. Қалыңдығым қобалжып отыр. Біз тойдың алдында сәл сөзге келіп қалып едік. Қазір татуластық, бәрі дұрыс. Ең бастысы бала біздің үйімізде. Ал шу шығарған ол көршілер. Жоқ, сонда сіздер полициялардың басқа істейтін істе жоқ деп ойлайсыз ба? Біз сізден тағы да өтініп тұрып кешірім сұраймыз. Бұл жерде бір қателік болды. Ең бастысы бала аман есен ғой. Шынымен де аман ба? Иә, аман. Мынау баланың суреті. Міне, әжесімен бірге біздің үйде. Мойымдайтын ештеңе жоқ сияқты. Жарайды. Істі жабамыз. Бірақ біздің бақылауымызда боласыздар. Түсінікті ғой? Иә, бәрі түсінікті. Рахмет сізге. Түсінгенің үшін көптен гөрі. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жан, жүр қайтайық. Жүр. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Гүлнәр әпке. Гүлнәр. Гүлнәр әпке. Гүлнәр, есіңді жи. Гүлнәр әпке, есіңізді жиыңыз. Жания, Тұра ғой. амансың ба? Аманмын. Тірі екенсің ғой. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Тұр болды. Кел қасыма отыршы келе ғой. Дәрігерлерге рахмет. Асқазанымды тазалап үйге қайтарып жіберді. Әйтпесе ана Нұрия сені қайтыс болды деп бүткіл ауылға жария салды. Иә. Мен сол әңгімені естіп сіздерге келдім. Дәрігерлердің айтуынша мен шынымен де бір өліп қайта тірілдім. Көрсетем мен ана Ғабит пен Аружанға. Сені жерлеуге дайындалғандай жоқтау айтып бүкіл ауылға қарғап шықты ғой. Жания, қызым, кешірші мені. Сенің алдыңда әбден кінәлімін. Иә. Гүлнәр әпке,
Әлібек басқаны сүйген үшін сіз кінәлемессіз ғой. Дұрыс. Осыны айтып түсіндіре алмай қойдым ғой. Бәріне ана Айсұлу кінәлі. Ашпайын дедім, ашпайын. Бөгер рұқсат жоқ деймін. Кім ол? Ұйымдастыратын орталықтан келіп тұрмыз дейді. Не құтырсың Мелчиев, аш есікті? Қожайын бұл жайлы ескерткен жоқ. Қазір. Апа. Мен тапсырыс бергем. Бірақ олар өте жылдам келіпті. Уайымдамаңыз апа. Өздері не істеу керек екенін бәрін біледі. Апа, қойыңыз, мен той қарапайым, кішігірім болады деп ескерттім. Бірақ суреттер әдемі болу керек. Сондықтан да олар жақсылап тұрып безендірсін. Апа, жақсы. Естідің ғой, аш есікті. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Нағып есті ұзақ ашпай жатсыздар? Уақыттығыз деп айтып едіңіздер ғой өздеріңіз. Жұмыс көп. Ана той болатын қай жерде екенін көрсет. Жақсы. Менің саған тосын сыйым бар. Дәл сенен маған тосын сый керек емес. Айсұлу, бекер қырсығасың. Мен жай ғана сені қуантқым келген. Жарайды, біздің тойымыз өте қарапайым, бірақ әдемі болады. Маған бәрібір. Ал маған бәрібір емес. Енді балаларымыз өскенде той суреттеріне қарап, сіздер не деген әдемі болғансыздар деп таңғалу керек қой. Арсен, неге сонша мені қинайсың? Бұл жай ғана көз бояушылық. Айсұлу, сен өте бақытты жансың. Елдің бәрі екеумізге қарап, олар екеуі бір-бірін шын сүйеді екен ғой деп ойлауы тиіс. Сондықтан да сен той суреттеріне күлімсіреп, күлімдеп түсесің. Түсіндің ба? Той бақта болады екен. Жәния, бізді әбден қорқыттың ғой. Шынымды айтсам, өзім де қорқып кеттім. Осындай ақымақтыққа қалай барғам? Түсінбеймін. Ештеңе етпейді. Ең бастысы бәрі артта қалды ғой. Сен өмір сүруің керек. Сенің қызықты сәттеріңнің бәрі алда. Дұрыс айтасың. Жігіт үшін осындай қылыққа барғаным ұят болды. Әлібек тұрмақ басқасы болса да. Міне, мен өз құрбымды, Жаниямды танып отырмын. Сұлу, ақылды. Ауруханадан кейін әбіршіп кеттім. Айнаға да қарағым келмеді. Ештеңе етпейді. Әлі-ақ күш-жігеріңді жинап аласың. Одан да былай жасайық. Достарымыздың басын қосып, сенің ауруханадан шыққаныңды атап өтпедік пе? Сергіп те қалар ең. Қоя тұрш, мен кішкене өзіме келіп алайын. Олардан да ұят. Меруерт, саған көп рахмет. Оқаш жоқ, жаным. Сіз кімсіз? Мен... Не істеп жатсыз? Санжар. Баланы қайдан танисыз? Кімсіз? Сіз Мадинасыз ба? Иә. Кеше қақпана жағында мен сізбен сөйлестім ғой. Мен Айсұлуды іздеп келдім. Әлібек? Айсұлу мен туралы айтқан осы сізге. Жүріңіз ана жаққа. Әйтпесе бізді біреу естіп қояр. Саламалейкум. Уағалейкум ассалам. Не болды саламалейкум? Той болмайтын болды жігіттер. Қалай болмайтын болды? Тез арада шақырып едіңіздер ғой, не болып қалды тағы да? Бір жағдай болды. Оның сендерге қажет жоқ. Қызықсыз аға. Біз ана қаланы арғы шетінен келдік енді. Ақшасын кім төлейді? Біз не істейміз? Айып етпеңдер. Мінекей мынау жетіп қалар. Болады, ондай болып тұрады. Бірақ бір өтініш, тез кетіп қалыңдаршы. Жақсы, жарайды. Тура жүрсем, мына жақтан шыға аламын ба? Болады. Жақсы аға. Сау болыңыз. Жақсы. Айып етпеңдер. Арсен Айсұлуды тағы бір жаққа алып кетті. Ойында не бар екен бір Құдай біледі. Әлібек қатты уайымдап тұр. Айсұлудың құжаттары бәрі алды екен.
Арсен Айсұлуды сол үшін алып кетті. Оның бар ойы неке куәлігіне қол қойдырды. Құдай-ай, өз үйінде қамауда отырып, әбден қорлық көрді ғой. Уайымдамаңыз, Мәдина, бәрі жақсы болады. Мен бұл істі былай қалдырмаймын. Ай, Мәдина. Әй, сен мұнда не алып жүрсің, а? Бар бақшада жұмысыңды істе. Мына жігіт гүл салатын құмыра сұрап келді. Көзіңді бақырайды, не тұрсын, бер енді. Енді қолымда бала бар ғой, қалай берем? Бол тез. Қайсысын аласыз? Ала беріңіз. Бәрі әдемікін бәрін ала берейін, Тек сындырып алмаңызшы. Өтіне. Бұл жерге не үшін келдік? Саған той көйлегін аламыз. Қайдағы той көйлек? Мен сәнденеді деп ойлама. Сен мен дұрыс түсінбей қалған сияқтысың ғой. Бүгін сен ең әдемі, ең сұлу қалыңдық болуың керек. Және бәрі соған сенуі тиіс. Айсұлу, сен өзіңді ғана ойлай бермей арасында Санжарды ойлап қойсайшы. Оған бірдеңе болғанын қаламайтын шығарсың. Жақсы. Иә, елдің алдына шығып, ақымақты жасап жүр. Естік қой. Жүр. Бол, жүр. Бүгін менің баламның үйлену тойы. Соған дайындық жасап жатырмыз. Әй, өй, мынаны қиғашынан қой. Енді дұрыс болды ма? Болады. Бола ма? Болады. Әй, мына гүлің не? Жармағандай? Мол-молынан қоймайсың, бақшаңды төлетіп қой. Біреуден сұрап алғандай. Мынау жете ма? Жетеді. Ай, тастаңдар гүлдеріңді. Қоймадан барып біраз зат алып келейік. Қоймаларыңыз қайда? Мен өзіме аға келе салайын. Жоқ, болмайды. Өйерде зат көп. Бәрін жүріңдер. Мына көйлек қалай? Жарасып тұрған сияқты? Саған ұнай ма? Жоқ, меніңше алдыңғы көйлек жақсы болған сияқты. Айсұлу, саған ұнаса мына көйлекті аламыз. Маған бәрібір. Бізге бұл көйлек ұнамайды. Мен сізге түсіндіріп айттым ғой, бізге ең жақсы көйлекті беріңіз деп. Күйеу жігіттің көйлек таңдағанын бірінші рет көріп тұрмын. Әдетте анасымен, немесе құрбыларымен келуші еді қалыңдық. Айсұлудың ендігі жердегі ата-анасы да, досы да мен. Солай емес пе, жан? Қарындас, қысқасы бізде уақыт аз. Ең жақсы көйлекті беріңіз, біз көрейік. Жарайды, сәл күте тұрыңыз. Жаным, неге тырысып тұрсың? Көйлек таңдау көңіліңді көтере ме десем? Білгеніңді жаса. Өзің ұнаған көйлекті ал. Үйге қайтқым келіп тұр. Саған тіл алғыш болған жарасады. Бұлай жалғаса беретін болса, екеуміз берекелі отбасы боламыз. Өзіңді қаншалықты жек көретінді білсең ғой. Мен де сені қатты жақсы көрем, жаным. Екеуміз әлі-ақ бақытты боламыз. Төменде, жүріңіздер. Өте. Арғы жақтан бұрышта орындық көрінді? Сол жаққа қарай. Әне, арғы жағында.
орындық сендерге. Мен не, ақымақпын ба? Отырыңдар осы жерде. Күзетші! Тыңдап тұрмын сізді. Қайда жүрсіңдер, мен болмасам мына үйді біреу толап кетсе де білмейсіңдер ғой сендер. Ақша дегенде жалмаңдап бірінші келесіңдер. Қайдан Самат? Тез шақыр, ана үшеуінің аяғын байлап қойсын. Осыдан қашып кетеді екен, мына екі көз тұшқа бойып алып. Тұра! Жақсы жіберем кез, Самат. Жексің мүмкін. Олар қайда жоқ болып кетті? Байланыста жоқ несі? Ашыңдар есікті! Бұл не деген сұмдық? Осыдан шығар сендерді сотқа берем! Бұл үй емес жындыхана ғой. Бізді неге үшін қамап қойды? Біз осылай отыра береміз бе? Әлібек, бірдеңе қылсаңшы. Осылай отыра береміз бе? Еркек емессің бе? Уайымдамаңыздар. Бәрібір бізді шығарады. Шығармаса ше, біздің мұнда екенімізді ешкім білмейді ғой. Кім шығарады бізді? Сыртта бізді бір кісі күтіп отыр. Біраздан кейін ол бізді іздей бастайды. Қалаларынан сал. Үй құдай бере саған. Анашым, не істедіңіздер? Бәрін дайындап қойдық. Рәсімді баққа жасаймыз, көрдің бе? Қандай керемет жасақ қойды, а? Санжар қайда? Ұлымды көрейінші. Оны мен айтқан кезде көресің. Ал қазір тойға дайындал. Ұлымды көрсетіңізші. Санжарды көретін уақыт жоқ деп тұрмын ғой саған. Бір сағаттан кейін екеумізге қайтатын адам келеді. Сізде анасы ғой. Мені түсінетін шығарсыз. Әрине түсінем, жарығым. Негізі, әйел адам ер адамды тыңдау керек. Ал ер адам әйел адамның айтқанымен жүрмеу керек. Ма, кей. Тезде Айсұлу. Ақылы бар өзі. Қалының сал. Саған мен не дайындап қойғанымды білесің бе? Жүр балам. Мен саған көрсетейін. Міне, аштыңдар ғой әйтеуір. Сен осы деген үшін жауап бересің әлі, білдің бе? Жәбе өзіңді. Балар не үшін қамағыз? Не үшін қамағаныз? Мұна екі қатын біздің бақшада түміскіленіп жүр. Жарайды, бұларды қоя берші. Бассейн жаққа барсам, ана оңбаған біздің ана Мәдинамен ауыз жаласып, күмбірлесіп бірдеңе келісіп жүр. Ана еркекті айтам. Қандай еркек ол? Өй, арғысы еркек. Әлбек? Наны қара. Анашым өте дұрыс жасағансыз. Самат, мына екісін алып кет. Жүр. Әлбек екеуміздің жеке әңгімеміз бар, ә? Оңбаған. Қолынан бәрі келеді деп ойлайсың ба? Айсұлу мен Санжар қайда? Жібер оларды! Айсұлу менікі. Ал Санжарды қазір алып кетемін сен де өзің білесің. Ұқтың ба? Осыны мына жерге түйіп қойшы. Бағанадан бері хабарласып ала алмай отырмын. Әлі өшіп тұр телефон. Жүрегім бірдеңені сезеді. Осының бәрін Айсұлу кінәлі. Гүлнәр, мүмкін телефон қуаты бітіп қалған шығар. Неге бірден жамандық ойлап шығасың сен? Ана баласын ылғи жүрегіме сезіп отырады, Мұрат. Есікті аш. Кір. Кіре ғой. Дайынсың ба? Саған деген тосын сыйым. Әлбек, бұлар саған не істеген, Әлбек? Ойнама. Қолын тарту да мойнын түзем. Әлбек! Не дедіңіз? Мойнын түзем деп. Әлбек! Сүмелек. Сен өзің отырысыңа қарап ал.
Қолынан түк келмейді сенің, ұқтың ма? Сен сияқты бейшаралар күшті береді. Мен сияқты. Сайрайтсың. Мүмкін сен түсіндірерсің. Мынау біздің үйде не істеп жүр? Мен қайдан білем? Мен сенің қамауыңды отқан жоқпын ба? Айқайлама дейм оған тиіспе. Қарғысатын сен оңбаған. Әлбек. Қане, сен түсіндірші ма? Көтер. Қазір түсіндіресің. Арсен оған тиісші болма өтіне. Араласпа! Біздің мұнда екенімізді кім айтты саған? Бұл үйді қайдан таптың деймін, айт дедің ғой саған. Әлбек! Алып кет мені. Көзіңді ұртам сен! Арсен! Арсен! Не шу бұл? Анашым. Не көрасың елдің баласы соржылау өліп қалса сотталып кетесің ғой. Сабыр етіңіз! Айсұлуды пайдаланайын деп жүр. Иә, Айсұлудың байлығына қызығып жүр. Анашым, сіз уайымдамаңызшы, мен бәрін өзім реттеймін. Барыңыз. Тің баласы. Менің уақытымның аз болғаны шүкіршілігі тоқтың ба? Әзірге өмір сүре тұр. Кейін келем. Мынаны не істейміз? Не істегеніңіз? Бұл біздің тойымызға келген құдайға қонақ. Жуындырда бақша қалып кел. Тойымыздың куәсі болсын. Жарайды. Айттым ғой бауырым саған. Арсеннің жақын досымын кіргізмен тойға кеп тұрмын ғой. Ешкімді кіргізе алмаймын, бұйрық солай. Бұйрығың бар болсын. Онда өзін шақырып кел. Телефонына хабарлассам жауап бермейді. Қақпан тастап кете алмаймын. Сен не түсінбей тұрсың ба? Арсен, мен мұндан. Мына күзетшілерін кіргізбей жатыр, Арсен. Достым, бай адамдар осылай күзетеді екен. Самат, жібер. Самат. Қалайсың, бауырым? Жақсы, өзің? Айсұлумен бәрібір үйленейін деп жатсың ба? Иә. Баяғы ойыңнан тайынбапсың, бауырым. Мен көздеген мақсатыма әрқашан қол жеткізем. Енді міне, бүгін үйлі той болайын деп тұр. Болсын. Рахмет. Ойлап қарашы. Жарты сағаттан кейін бала кездегі арманым орындалады. Менен бай адам болмайды. Аха, тағы да бір рет. Олай жасама, Айсұлу. Сен артыш. Асықпа, Айсұлу. Аузыңды жап. Аузыңды жап. Көресің, Арсен. Ол некені бәрібір заңсыз деп шығарады. Айсұлуды қамауда ұстап, күштеп үйленіп жатсың. Күштеп үйлендірді дегенді әлі дәлелдеу керек. Сосын, қамауда ұстады деген несі? Айсұлу өз үйінде болды. Солай емес? Айсұлу, Санжарды ойла. Иә. Сөйтесің. Бастаңыз. Құрметті қалыңдықпен кеу. Бірден қол қоя берсек бола ма? Ендеше мына жерге қолыңызды қойыңыз. Қолыңды қой. Қолыңды қой демайсың. Қолыңды қой. Айсұлу, қолыңды қой. Тезірек қолыңды қой. Сағат сырғиды, уақыт жылжиды, ерікке бағынбай. Өмір өткелі, ақиқат елі, оралмас сағымдай. Өкініш кернеп, өзекті өрдеп, өшпестей лаулаған. Кінәлі менен көретіндерден жүрегім шаршаған. Оңымнан, солымнан бердел